Қайырлы күн әріптестер. Тағы да бүгін сіздермен 6 сыныптың жаһандық құзыреттер курсы бойынша туған өлкенің сұлулығы деген тақырыпқа қатысты қолданылған презентациямен бөліспекшімін. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, каналды қолдап, өзге де әріптестеріңізге тарата отырсаңыз. Сабақтың мақсаты экологияның негізгі заңдылықтарымен танысу, табиғатты пайдаланудың моральдық құқықтық принциптерін сақтай білуге үйрену. Сабақтың басында мынандай дәйексөз оқып, оны оқушылардың дәптерлеріне жазғызып аласыз да, яғни оқушылардың назарын сабаққа аударып аласыз. Дәйек сөздер: туған жер табиғаттың маған берген сыйы сияқты. Мұқағали Мақатаев. Елге деген сүйіспеншілік жүректен, туған жерге деген махаббат өмірден. Абай Құнанбайұлы. Міне балалар, осы дәйек сөздердің мазмұнында айтып тұрғандай, туған жер деген, оның табиғаты деген бізге өмірімізге, көңілімізге жақсы шаттық сыйлайды екен деп қоясыз да, балаларға жаздыртып алғаннан кейін дәптерлеріне Қазақстанның көрікті жерлері деген мына қысқаша бейнежазбаны көрсетіп аласыз. Сәлем достар, Қазақстанның көрікті жері дегенде ең бірінші Көкшетаудағы Бурабай шатқалы еске келеді. Одан басқа, еліміздің ұлан асыр шекарасына табиғат сыйлаған ғажайып орындар жетерлік екенін білесіздер ме? Біз бүгін тек жетеуіне ғана тоқталып өтеміз. Қарқаралы таулары қазақ майда шоқырларының шығыс бөлігіндегі тау массиві. Олардың биіктігі 1403 метрге дейін жетеді. Тау беткейлерінде қарағайлы ормандар кездеседі. Алайда, бұл орынның басты ерекшелігі мұнда мұз дәуірінен қалған өсімдіктердің жұрнағын, сирек кездесетін және жоғалып бітіп бара жатқан өсімдіктерді кездестіруге болады. Шатқал үлкен аумақты алып жатыр. Бұл мекен әлі көпшілікке танымал емес, әрі саяхатшылардың келуі де қиын. Мұнда табиғат ақбор түсті керемет ландшафт жасап шығарыпты. Бағзы замандарда көп ғасыр бұрын бұл үстірттің орнында теңіз болған. Топырақты қазып жіберсеңіз, теңіз жәндіктерінің тас болып қатқан қалдықтарын, акулалар мен теңіз түбін мекендеген өзге де мақұлықтардың сүйегі мен тісін тауып аласыз. Табан қарағай үстіртін аспан астындағы пейіш деп жиі атайды. Алматы облысының тура орталығында орналасқанымен, ол саяхатшылар үшін толық зерттелмеген, әрі жету де оңай емес жер болып келеді. Алайда, осында жете алған табанды фото суретшілерге берер бұл мекеннің сыйы бар. Мұндағы пейзаждарда бүкіл Қазақстанның бар пейзажы тоғысқан. Қызық пішінді жартастар да, асқақ тауларда, алуан түрлі гүл өсімдіктермен көмкерілген алқаптарда бар. Бұлт торлаған аспан астында үйір-үйір жылқы, табын-табын сиыр, отар-отар қой жайылып жүреді. Язевое көлін Алтайдың Қазақстан жақтағы бөлігінің Меккесі деп атауға болады. Ол теңіз деңгейінен 1685 метр биіктікте, қатын мұздығының бір тармағы өтетін қатпарда орналасқан. Ұзындығы 3 шақырым, ені 800 метр, тереңдігі 10 метр, судың түсі сарғыш жасыл, мөлдірлігі 4,2 метр. Бозжыра үстірттің шеткі шыңдарының бір бөлігі. Мұнда табиғат қиялына ерік беріп, ақ түсті ерекше ландшафт жасап шығарған. Бозжыраның басты ерекшелігі пішініне қарап, азу аталып кеткен екі әктас шың. Олардың түбінен ұшына дейінгі биіктігі
200 метрден асады. Аздаған адам ғана білетін соқпақ жол саяхатшыны тар алаңқайға алып шығады. Ол жерде бозжыра қамалдар алқабының айрықша көріністері ашылады. Алтын емел атауы моңғол тілінен шығады және алтын ер дегенді білдіреді. Бір аңыздар бойынша 1219 жылы Шыңғыс ханның әскері орталық Азияны жаулап алуға аттанып, осы алқапты кесіп өтіп бара жатқанда, күн батып бара жатқан шақта сарғайған шөп жамылған тауларды көріп, ұлы қолбасшы алтын ер деген екен. Алтын емел асуы шын мәнінде сырттай қарағанда ер тоқымға ұқсайды. Алтын емелдің бір көркі Іле өзенінің түбінен жел ұшырып келген құмнан түзілген әнші шағылдар. Құм түйірлерінің бір-біріне үйкелгендегі дыбыс. Бектауата тау сілемдері, солтүстік Балқаш маңы оазисі. Балқаш қаласынан солтүстікке қарай 70 шақырымда орналасқан. Теңіз деңгейінен 800 метр биіктікке асады. Сол үшін оны Балқаш маңы шамшырағы деп те атайды. Бектауата шатқалында жүздеген өсімдік түрі өседі. Олардың 45-і сирек кездеседі, ал 8-і қызыл кітапқа енгізілген. Міне осылайша Қазақстанның көрікті жерлері туралы қысқаша баянды көрсетіп аласыз да. Өзіңіз тағы да сұрақтар қоясыз қосымша. Өздеріңнің ауылда тұратын ата әжелеріңе барғанда, немесе қалаға барғанда қандай көрікті жерлерді көрдіңдер, сол жөнінде кішкене пікір бөлісейік деп, өзіміздің еліміздің табиғатына, Қазақстанға деген оқушылардың көзқарастарын оң бағытқа бұрып, дұрыс көзқарастарын қалыптастыру мақсатында пікірлесу сағатын өткізесіз. Одан кейін жағдаяттық оқиғаны оқытасыз бір оқушыға. Жас экологтар. Бекзат пен Аяулым табиғатты жақсы көретін достар. Бір күні олар мектептен кейін ауыл шетіндегі өзен жағасына серуендеуге шығады. Барғанда олар өзен жағасына шашылған қоқыстарды, сынған бөтелкелер мен пластик қалдықтарды көріп, қатты ренжиді. Бекзат: бұлай жалғаса берсе, біздің өзеніміз де кеуіп қалады, жануарлар да кетіп қалады дейді. Аяулым: ендеше әрекет етейік. Ертең сыныптастарымызбен бірге сенбілік ұйымдастырайық деп ұсыныс айтады. Келесі күні олар сынып жетекшісімен келіп, барлық оқушыларды табиғатты тазалауға шақырады. Балалар бірге жұмыс істеп, өзен маңын тазартып, қоқыс жәшіктерін орнатады. Бұл оқиғадан кейін ауыл тұрғындары да балалардың ісіне риза болып, оларға алғыс айтты. Енді бұл жер таза табиғат алаңы деп аталады. Енді талқылау сұрақтарын қоясыз да, балалармен пікірлесу минутын өткізесіз. Бекзат пен Аяулымның әрекетін қалай бағалайсың? Бұның жауабын бір оқушыдан сұрайсыз. Олар қандай үлгі көрсетті? Сен өзің туған өлкең үшін не істей аласың? Осы сияқты сенің өміріңде болған оқиғалар бар ма? Енді міне осы 4 сұрақ төңірегінде оқушылардың жауабын тыңдап пікір алмасу минутын өткізесіз де, одан кейін балаларға айтасыз. Қазір балалар Қазақстанда қандай жоба, қандай акциялар қызмет жасап жатыр дейсіз. Яғни таза қала жобасы аясында елімізде көктем айында тазалық жұмыстары жүріп жатыр екен. Ауылды жерлерде, аудандық өңірлерде, қалалық жерлерде. Яғни әр қайсымыз тұрған жерімізді таза ұстауға міндеттіміз. Ерікті түрде өмір сүріп жатқан ауылымыз болсын, қаламыз болсын, аудан орталығы болсын, ол жердің тазалығына атсалысып, сыныптан, сабақтан тыс уақыттарда ұйымдастырылатын тазалық іс-шараларына, сенбіліктерге мүмкіндігінше қатысып, өзіміздің еліміздің, жеріміздің
тазалығын сақтауға үлес қосуымыз керек екен. Кәне кімдер сенбіліктерге шықтыңдар, аулаларының маңына тазалауға атсалыстыңдар ма, немесе мектептеріңнің маңайында тазалық жұмысын жүргізуге қатыстыңдар ма деген сияқты біраз оқушыларға шабыт беретін сұрақтар, әңгімеге қозғаушы жетекші сұрақтар қойып, тағы да ары қарай пікірлесу сағатын минутын қыздыра түсесіз. Одан кейін оқушыларға рахмет айтып кері байланыс беріп аласыз да 10 минут мынандай топтық жұмыс бересіз. Бірінші топ 3 топқа бөлесіз. Одан кейін бірінші топ тақырыбы менің туған өлкем тақырыбында постер, плакат жасап қорғайды. Бірінші топқа туған жердің табиғи көрінісі, сурет салдыртасыз, плакатыңызды бересіз. Екінші топқа туған жерді қорғау жолдары туралы ұсыныс жазуға өздері тың қандай ұсыныстар айтады, не істейік деген сияқты өздерінің балалардың ойы ұшқыр болады ғой. Үшінші топ туған өлке туралы мақал-мәтелдер мен өлең жолдарын жазады. Уақытын 5 минут бересіз, одан кейін 5 минут қорғатасыз. Сонда жиыны 10 минутты осы топтық жұмысқа беруге болады, немесе ары қарай уақытты созуға да болады. Яғни оқушылардың сабақ үстіндегі орындау қарқыны мен белсенділігіне қатысты. Одан ары қарай кері байланыс беріп, рахмет айтып, оқушыларды орнына отырғызасыз да сабақ соңында бір оқушыдан шығарып WordBall платформасы арқылы дайындалған мына тесттік тапсырманы орындатасыз. Бұл жерде 13 сұрақтан құралған тесттік тапсырма беріліп тұр. Оған 13 оқушыны шығарасыз. Сыныбыңызда егер 13 оқушы болса, немесе одан көп болса да оқушыларды кезекпен бір қыздан шақырып, осы тапсырманы орындатасыз. Ссылкасы міне астында тұр. Бұл ссылканы мен описаниясына бейнежазбаның астына қойып кетемін. Сол жерден қолдана беруіңізге болады. Енді осы туған өлкенің сұлулығы деген тақырып аясындағы интерактивті тестті тапсырманы сіздерге қосып көрсетейін.
осылайша сабақтан алған білімдердің оқушылардың нетіп аласыз, тексеріп аласыз. Ссылкасын, міне ссылкасын көрсетіп қояйын, астында тұр. Осыны описанияға қойып кетемін. Сол жерден копировать етіп дайын күйінде қолдануларыңызға болады. Міне балаларға кері байланыс беріп аласыз да, ең соңында сабақты мына қысқаша бір-екі ауыз сөйлеммен қорытындылайсыз. Туған жер бұл біздің ең қымбат байлығымыз. Оның табиғатын аялау, келешекке деген жауапкершілік. Әрбір оқушы өз өлкесін сүйіп қорғауға тиіс дейсіз де, рахмет айтасыз да. Сабақтың соңында Ескендір Хасанғалиев ағамыздың ата мекен әнін айтқызып, оқушыларға бойында туған жеріне деген патриоттық сезімдерінің ары қарай дамуына ықпал етесіз, және сөйтіп бір сергітіп аласыз да, келесі сабаққа шығарып саласыз. Бір керегіңізге жарасын, әріптесім, сабағыңыз жақсы өтсін. Келесі кездескенше рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап тарата отырыңыз. Келесі кездескенше.